Наңғырсаңыз, біз негізі хадистерді көп естиміз ше. Біз қазір информированный адамдармыз ғой. Көп естиміз, бірақ ойланбаймыз да, бізге ойлану пайда береді. Бізде неге өзгеріс жоқ десе, біз естіп жатырмыз, бірақ ойланып жатқан жоқпыз, біз ақыл жүгіртіп жатқан жоқпыз да. Содан ғой, бізде проблема. Қараңыз, мына хадисті мысал үшін естіпегенбіз бе? Пайғамбар салам айтқан сөз, қысқартып айтайын. Анау үш үңгірдегі үш адамда қамалып қалады, тас жабылады, ашылмай тұрған кезде үшеуі не дейді? Қысқартып. Үшеуі айтады, отырсаңыз. Үшеуі айтады, жақсы амалдарымызды айтайық, Алла үшін істеген мүмкін ашылар деп, Біріншісі не істейді? Ана зина жасайын деп тұрған қызды жібереді, Білесіздер ғой? Бір қызды зина жасайын деп жатқан кезінде ана қыз, Құдайдан қорықпайсың ба деген кезінде, Алла, мен сенен қорқып жібердім деген кезінде тас кішкене ашылады. Екіншісі анау анасына сүт беретін болады. Анасы кесе ұйықтап қалған сүтті анасының басында ұстап тұрады. Балдар жыласа да ше, анасы оянғанынша ұстап тұрады сүтті. Анасы оянғаннан кейін анасына береді бірінші. Одан кейін бар балдарына береді. Осы сен үшін болса, Алла тағалам, сен разылығың үшін болса деген кезде кішкене тағы ашылды. Үшіншісі ана бір адам келіп мал тастап кетеді. Ол мал туады, көбейеді. Кейін анау жоқ болып кетіп, біраз уақыттан кейін келген кезінде мына қой қора қойма малма, мұнаның бәрі сенікі деп береді. Қой, сен мен мазақ қылып тұрсың ба? Жоқ, сенің баяғы тастап кеткен бір малыңа Алла береке берді, сол көбейді. Мұнаның бәрі сенікі деген кезінде анау рахмет айтпай, рахмет деген шығар енді, бірақ мал да тастаған жоқ, деді, бәрін айдап кете салды. Алла, осы сенің разылығың үшін болса, ашшы бізді мына жерден құтқар, шығар деген кезінде тас жылжыды да, үшеуі де шығып кетті ол жерден. Қараңыздар, жігіттер, үшеуін Алла тағала разы болып, мына қапастан шығаруына не себеп болды? Олардың оқыған намаздары емес, тұтқан оразаларын айтқан жоқ олар, зекеттерін емес. Қараңыз, оларды қапастан шығарған адамдармен болған мәмілесі. Қарасаңыз, үшеуінің де айтып тұрған тарихын қараңызшы. Біз бұл хадисті естігенбіз да, бірақ қарасаңыз, бұларды шығарған нәрсе Алла разы үшін болған нәрселер деп келеміз да, бірақ сол Алла разы үшін болған амалдары бұлардың не еді? Адамдарға жасаған жақсы мәмілелері үшін. Анау анасына жасаған, анау ана қызға жасаған, ананың ана адамға жасаған балаға, қойдың егесіне жасаған жақсылықтар, адамдарға істеген мәмілесі үшін Алла тағала бұлардан разы болды да, бұларды шығарды. Біз кейбір кезде анау не дейді? Намаз оқып жүреміз де, Құдайға шүкір, жәннатқа кіреміз деп. Құдай кіргізсін жәннатқа. Жігіттер, бұл жерден түсінетін нәрсе намаз оқу маңызды емес деген нәрсе емес. Алланың разылығын табу үшін істелетін нәрселердің біріншісі намаз оразалар. Бірақ омен де қатып қалуға болмайды. Қарасаңызшы, адамдармен жасалған мәмілең жақсы болса бар ғой, Алла тағала қияметте Алла мен өзіңнің араңдағы онша-мұнша қателіктерді Алла тағала қаласа кешіріп жібереді. Ғафурур рахим, тауабур рахим, ар-рахман, ар-рахим. Алла тағала өте мейірімді, кешірімшіл, рахымды, тәубелерді қабыл етуші. Бірақ қарасаңыз, адамдармен болған мәмілелер сізді кешіріп жәннатқа кіруіңізге себеп болуы мүмкін да. Өйткені мына өмірдің өзінде көрсетіп тұрғаны, қапастан шығу мүмкіндік жоқ жерден Алла тағала бұлардың адамдарға жасаған жақсы мәмілесі үшін